Сәлем достар, сіздерге бүгін listening бойынша қажет болатын қосымшалар туралы пайдалы ақпарат беретін боламын, мұқият тыңдап алыңыздар. Бірінші, listening деген не ол? Тыңдалымды қалай дамытамыз? Осы бойынша біраз әңгіме қозғайық. Жалпы тыңдалымды қалай дамытасыз деген сұрақты сізге қоятын болсам, сіздің қарапайым жауаптарыңыз бай болуы мүмкін. Мен фильм көремін, мен өлең тыңдаймын, мен мысалы сериалдар көремін деуі мүмкін да, әркімдер әрқандай қылып. Дұрыс, бұлардың барлығы дұрыс, өте дұрыс. Бірақ осыларды қолданған кезде көбірек пайдалы болатын мүмкіндіктер туралы айтатын боламын. Тегін мүмкіндіктер бар, ақылы мүмкіндіктер бар. Солар туралы назар аударып тыңдасаңыз үйренесіз. Бізде қосымшалар, мынандай қосымшаларымыз бар достар. Бұл Ororo TV, Puzzle Movies, YouTube, біздің негізгі каналдар. Осыларды қолдану арқылы сіз бар жоғы бір екі инструментті қолдану. Төртінші инструмент ретінде подкаст айта аламын. Бұл кез келген подкасттық қосымшалар, мысалы ол YouTube, жаңағы Apple'дарда бар, ол Android'та да бар. Соларды жүктеп алсаңыз, бұлар да сізге көп пайдасын тигізеді. Әсіресе мысалы ыдыс жуып жатқан уақытта, әйел кісілер болатын болса, тамақ істеп жатқан уақытта, біреулер оқуға бара жатқан кезде, автобуста отырады, жұмысқа бара жатқан кезде мейлінше құлағыңызға ағылшынша салып алып тыңдауға тырысыңыз. Сосын бастауыш деңгейдегі адамдарға айтар кеңесім, достар, сіз мультфильмдерден бастап көріңіз. YouTube'қа былай деп жазсаңыз, fairy tales, ертегі деген сөздің ағылшынша сөзі. Fairy tales in English деп жазсаңыз, немесе просто fairy tales десеңіз, ағылшынша мыңдаған ертегілер шығады. Ол ертегілердің астында субтитрлар жүріп отырады. Бұл жерде мынау маңызды, достар. Сіз фильм көріп отырып, ағылшын тілін үйрену, мультфильм көріп отырып үйрену барысында мынаны ұғуыңыз керексіз. Мынау болып жатқан әрекеттер көрсетіледі ғой сізге, суреттер көрсетіледі, видеоларда болып жатқан нәрселер. Сол арқылы сіз контекст ұғуға тырысасыз. Не болып жатқан дүниені сөзбе-сөз білмесеңіз де примерно ұғып отыруға тырысасыз. И соны видеоны көріп отырған кезде, мысалы әсіресе YouTube'дағы ертегілерді, ішіндегі жаңа сөздердің барлығын түртіп алыңыз. Бір дәптерге, параққа түртіп алыңыз да, паузаға қойып қойыңыз, мысалы. Сол сөздердің қалай айтылатындығын тағы бір тыңдап көрсеңіз болады. Осы арқылы ертегілермен дамытыңыз алғашқы этапта. Мультфильм деп айтатын себебім, әрбір мультфильмнің ішінде эмоциялар, оның ішінде мимикалардың барлығы анық, нақты көрсетіледі. И бұл сөздің дұрыс айтылуын үйрену үшін өте маңызды бөлім болып табылады. Сол себепті мультик көру арқылы ағылшын тіліңізді дамытыңыз, егер бастауыш деңгей болсаңыз. Орта дәрежеде болатындығы, мысалы интермедиат деңгейінде болатын болсаңыз, сізге айтар кеңесім орташа жылдамдықтағы әндерді тыңдаңыз. Мысалы, мынандай әншілер бар ғой, Ed Sheeran, Adele, Maroon 5 деген сияқты әншілер. Осы әншілердің әндері біраз баяу айтылатын әндер болып табылады. И осы әндерді қосылып айтыңыздар, сөздерін жаттаңыздар, сол сияқты айнытпай дыбыстарды шығаруға тырысыңыздар. Бұндай жаттығудың түрі негізі shadow reading деп айтады. Яғни әнді қосылып айту болсын, қандай да бір біреудің мотивациялық хаты сөздері болсын, қандай да бір болады. Брайан Трейсидің мысалы әртүрлі видеолар бар YouTube'да. Осыларды субтитрлармен ашып отырып, оқуға, соларды қосылып сөйлеуге, айнытпай айтуға тырысатын болсаңыз, имитация жасау арқылы сапалы түрде сөйлеу мүмкіндігіне ие боласыз. Және өлеңдердің сөзін жаттағанда сөздік қорыңыз дамуымен қатар, сіздің әрбір сөзді қалай дұрыс айту жүйеңіз дамитын болады. Сіз ойлаңызшы, бір өлеңнің ішінде, мысалы, кем дегенде бір 100 сөз бар. Дейік та, 100 сөз бар, бәлкім 50 сөз бар, 60 сөз бар қайталанатын. 60 сөздің нақты қалай айтылатындығын, произношениясының барлығын өлеңді жаттаған кезде білетін боласыз. И осылай сіз 10 түрлі өлең жаттаңыз. Ішінде қайталанатын сөз бар, басқа-басқа, бірақ эксклюзивный сөздердің барлығын алып қараңыз, 10 түрлі сөзден сіз кемінде 600-500 сөздің қалай дұрыс айтылуын жаттаған болып шыға келесіз. Сол үшін орташа деңгейде болатын болсаңыз, мейлінше өзіңіздің сүйіп тыңдайтын әншілеріңіздің әуендеріне сәйкес қосылып айтуға тырысыңыз. Ол даусым бар, жоқ, айталам, айтамайым, ол қыстырмау керек та, ол сіздің мақсатыңыз ағылшынша сөйлеуді үйрену. Сол үшін тыңдаумен қатар сөйлеу қабілетіңізді де осылай дамытасыз ән арқылы. Үшінші мәселе бар, біздің фильмдер көру арқылы, достар. Бұл фильмдер көру жағына келген кезде кішкене дұрыс таңдай білген жақсы. Фильмдерді деңгейіне бөліп, жылдам айтылатын, орташа айтылатын, жаңағыдай тез айтылатын фильмдерге қарап. Мысалы, Puzzle Movies деген сайтты мен бекер айтып жатқан жоқпын. Puzzle Movies сайты бұл күшті жері сол, фильмдерді деңгейіне қарап анықтап алуға болады. Ойлаңызшы, beginner деңгейдегі фильмдерді көруге болады. Ол көбінесе мультфильмдер, орташа деңгейдегі мультфильмдерді, жоғары деңгейдегі фильмдерді көруге болады. Қиындық дәрежесі осы 3 этаптан тұрады. Солай фильмдерді деңгейлеріне сәйкес қылып көріп, өзіңіздің жылдамдықты жылдам түсіну мүмкіндіктеріңізді қолдану арқылы үйрене аласыз ағылшын тілін.
Және Puzzle Movies сияқты қосымшалардың күшті жері сол, мысалы фильм көріп жатасың да, білмей қалған жерің, естімей қалдың, түсінбей қалдың ғой. Паузаға қоясың ғой фильмді. Қойған бетте соған дейінгі бүкіл сөздердің барлығы, бүкіл диалогтың барлығы шығады жазу ретінде. Екі субтитрі қойсаңыз, мысалы ағылшынша, орысша, екі тілде шығады аудармасы. Соның ішінде бір сөзді нақты білмей тұрсаң, мысалы сол сөздің үстінен бассаң, соның аудармасын шығарып береді. Оны добавив словарь десең, мысалы сөздікке қосып қоясың, фильм көріп біткен соң, сол фильмнің ішіндегі кездескен жаңа сөздердің барлығын автомат түрде отырып жаттауыңа ыңғайлы қылып істеп қойған. Бұның барлығы қазіргі заманның технологиясы, достар. Қолданыңыздар. Иә, бұл ақылы қосымша, онда тұрған шеңке жоқ та, бірақ білім алу жолына келген кезде шындап еңбектенем дейтін болсаңыз, сол сатып алуға тұрарлық дүние екендігін білгеніңіз жөн. Ол қайда кетпей жатқан бір 10 мың теңге ақша, достар, ол 6 ай, 7 ай сіз білім алуыңызға қолданатын мүмкіндік. Мысалы, условно 11 мың, 12 мың теңгеге, мысалы, мен қазір сіздерге көрсетейін. Тура сол сияқты Puzzle Movie сияқты Ororo TV деген сайт бар. Мысалы, тоже тегін видеоларды да көруге болады, ақылы видеоларын да көруге болады. Бірнеше субтитр қылып, қазір бағаларына шейін көрсетіп беремін сіздерге, қараңыздар. Мысалы, Ororo TV сайтында жазылу 3 айға 799 рубль екен. Ол бар жоғы 4800 теңге. 6 айға, мысалы, 1 жылға 1400 рубль дейді. Ол дегенің бір 7,5-8 мың теңге ақша, бәлкім 10 мың теңге ақша, айырмашылығы жоқ. Спокойно да, ол ақша мысалы қайда кетпей жатыр. Зато сіз 6 ай нон-стоп білім аласыз, қаншама нәрсе үйренесіз. Сол үшін білім үшін ақшаға сатып алуға белгілі бір құрылғыларды, белгілі бір инструменттерді қорықпаңыздар. Түсіндік қой? Бұны ойдан сақтасаңыздар жаман болмайсыздар. Сосын Ororo TV-дің күшті жері сайттың ішіне кіріп тіркелсеңіз де болады. Мысалы, тіркелмесеңіз сіздің алдыңызда мысалы видео деген бөлім болады. Соны клик бассаңыз, YouTube-дағы ең атақты каналдар әртүрлі тематика бойынша солардың жиынтығын жасап қойған. Сол каналдардың ішіне кіріп, мысалы, видеолардың барлығын көріп, субтитрларын қосып тұрып көрсеңіз болады. YouTube-та сіз білсеңіз, біреуіңіз білмеуіңіз мүмкін. YouTube-та тегін субтитр қосып қоюға болады. Оның настройкасы бар. YouTube-тың ішіне телефоннан кіретін болсаңыз, жоғар жағында 3 нүкте тұрады, оң жағында. Соның үстінен басасыз, captions деген сөз бар. Captions деп жазылады. Соның үстінен бассаңыз, сіз қай тілдегі субтитрді көргіңіз келеді. Кейбіреулерінде орысша субтитріне шейін болады. Көп видеода, ағылшынша видеоның барлығында практически бұл ағылшынша субтитр автомат түрде қосыла алады, достар. Солай субтитрді қосып қойып, YouTube-дағы кез келген видеодан ләззат алуыңызға болады. Түсіндіңіз бе? Сол үшін бұл мүмкіндіктерді жіберіп алмаңыздар. Ororo TV да сізге сондай мүмкіндік, достар. YouTube-дағы атақты каналдар бар. Ellen Show бар, мысалы, Джеймс Корденнің видеолары бар деген сияқты ғой. Солардың барлығын College Humor дейді, Jimmy Kimmelдің видеолары бар, мысалы. Соның барлығын көре аласыз. Одан кейін Ororo TV-да ақылы форматтарда бар. Жаңа ақылысына сатып алатын болсаңыз, фильмдердің саны өте көп. 5613 фильм бар. Бұлардың барлығын Ororo TV сайтының өзінен ашып көріп, субтитрлармен көрсеңіз ләззат алуыңызға болады, достар. Енді Puzzle Movies сайтына келетін болсаңыз, жанр, уровень сложности бойынша да ажырата аласыз. Одан кейін жылдарына орай фильмдерді бөліп алуыңызға болады. Бұл жерде Puzzle Movies-тің төлемақысы бар жоғы 6 айға 11669 теңге екен. Көп ақша емес білім алу үшін. 1 жылға тіптен жазылам десеңіз, 17533 теңге ғана тұрады. 1 жылға ойлаңызшы, 12 айға шаққанда айына примерно 1200 теңге шығады. 1200 теңгеге сіз безлимит фильм көруге мүмкіндігіңіз болады. Ағылшынша, орысша субтитрмен. Бұл ешқандай да реклама емес, просто сіздерге андай ғой, білім алуға талпынсын деп жатырмын да, бір мүмкіндіктерді қолдансын. Жоқ, маған ондай ақылы сайттар керек емес, мен YouTube-тан ақ көрем десеңіз, патша көңіліңіз біледі, оған жоқ демейміз ешқалай. Просто ыңғайлылық форматына. Мына Puzzle Movies-тің жақсы жері қосымшасы бар, приложениесі бар. Ашасында любой уақытта көріп отыра бересіз. Мультик көрсең де тоқтаған жерінен жалғастырып, сериал көрсең де барлығының шегі жоқ. Сол жағынан өте рахатта қосымша. Соны білсеңіз жақсы болады. Одан кейін тілдік біліміңізді, тыңдау қабілетіңізді дамытудың жолы, бағана айтқандай shadow reading техникасы. Бұл техниканың ерекшелігі сол, субтитрға бірінші қарап өтесіз. Просто субтитрмен қысқа метражды фильм, видео болатын болса, соны көріп шығасыз. Сосын субтитрін оқып, кішкене көзіңізді үйретіп алғаннан кейін, екінші мәрте субтитрді паузаға қойып тұрып, егер де оқу жылдамдығыңыз баяу болатын болса, бір рет тыңдап шығасыз да, паузаға қойып, соған ұқсатып оқып шығасыз. Сол сияқты оқып шығасыз. Үшінші мәртесінде уже видеоны қосып қойып, соның жылдамдығыменен субтитрді бірге қосылып оқып, произношениеңізді солай дамытасыз. Бұл shadow reading техникасы деп аталады.
YouTube'да тағы бір күшті бір функция бар, бұл жылдамдығын азайтуға болады достар. Жаңағыдай ол жылдамдықты азайту инструкциясы да YouTube'тың өзіне кірсеңіз, инструкция деген бөліміне басып, жылдамдығы 1.0 деп тұрады, мысалы. Соны 0.75 қылып қойсаңыз, мысалы, жай баяу сөйлейтін қылып істеуге болады. Кейбір кезде болады, спикерлер жылдам сөйлейтін болса, соларды тез түсінуге ыңғайлы болады. Жалпы листингті дамыту үшін техника ретінде айтарым, барлық жерде стандарт нәрсе, ән айту, фильм көру, субтитрларды қарау арқылы міндетті түрде сөз жаттау керексіз. Сөздің айтылуын құлағыңызды үйрету арқылы көп жаттауыңыз керексіз. Неғұрлым көп өлең жаттасаңыз, неғұрлым көп фильм көріп құлағыңызды жаттықтырған болсаңыз, соғұрлым өзге шетелдік азаматпенен бетпе-бет келген кезде оның айтып тұрған нәрсесін жақсы ұғатын боласыз. И ағылшын тілінде мындай термин бар, subvocalizing деген термин. Бұл сіз қандай да бір жаңа тілді үйреніп жатқан уақытта сіздің миыңыздың ішінде сол тілде қалай дыбысталады, сол нәрсе өзі жүріп жатады мидың ішінде, жазылып жатады. Подсознание дейді, сол жазып жатады. Әрбір сөздің дыбысталуын біртіндеп миыңыз өзі қабылдай бастайды. Сіз неғұрлым көп тыңдасаңыз. Сол үшін құлағыңызды жаттықтыруға көп көңіл бөліңіз. Жаттыққан құлақ дұрыс сөйлеуге алып келеді сізді. Осы нәрсені ескерсеңіз, ағылшын тілінде міндетті түрде жетістікке жетесіз. Сау, сәлемет болыңыздар.